Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін сіздермен қазыны қалай жармай пісіру керек екенін бөліскім келіп тұр. Әуелі еттің өзін асып қайнатып алам. Ет пен қазыны бірге салмайым да. Бұрын бірге салатын қазым жарылып кететін. Қазір өйтпеймін, еттің өзін ғана қайнатып алам да. Сосын бір қайнағасын қазыны саламын. Сонда қазы жарылмай, әп-әдемі болып шығады. Теспеймін да, ештеңе қылмайым. Нәтижесінде мынандай әп-әдемі қазы шығады. Тым да жарылмаған, жыртылмаған. Сол күйі тұр. Талай жарып алғанбыз. Пайдалы болса сақтап алыңыздар, лайк басыңыздар.